Шексіз және тіршілік жоқтай көрінетін жазира дала. Қатаң ауа райы, қашып құтыла алмайтын жел. Жаз кезінде жел шаң көтерсе, қыста ызғары бетті қариды. Өсімдік тым жұтаң, шөлейт даланың ландшафты. Алайда, бұл табиғаттың қолығы болар. Бұл бүркеудің көңілді басқаға аудару шарасы шығар. Өйткені Түркістан облысы Созақ ауданының басты құндылығы жер бетінде емес. Ол жердің астына жасырылған. Степное рудоуправление базасы Шу-Сарысу уран кен аймағына жататыны қазір белгілі. Алайда бұл әрдайым солай бола бермеген. 1962 жылы бұл аймақта жер қойнауында жасырылған пайдалы қазбаларды зерттеу жұмыстары жүргізілді. Нөмірі 54 ұңғымасының геологиялық түсірілімі барысында экспедиция мүшелері радиоактивті аномалияны байқайды. Келесі 2 жылда бұл жаққа мамандар іздеу барлау жұмыстарын жүргізу үшін геологиялық зерттеу топтары жөнелтілді. Зерттеулер нәтижесінде жер астында уран қорларының кенді белдемі бар екені анықталды. Алайда бұл аймақта пайдалы қазбаны тау-кен тәсілімен өндіруге мүмкін болмады. Ол кездері басқа технологиялар әлі қолданысқа енбеген еді. Сондықтан бұл мәселе кейінге қалдырылып, ұзақ 5 жылға кейінге шегерілді. 60 және 70 жылдардың тоғысқан шағында бұл аймақта геологиялық экспедициялар қайта жұмыс істей бастады. Нәтижесінде олар уранды жер астында сілтісіздендіру бойынша далалық іс тәжірибені сәтті іске асырды. Осыдан кейін кен орнын жіті зерттеу басталып та кетті. Өте құнды пайдалы қазбаны өндірудің жаңа әдісі бастапқы барлау жұмыстарын қайта қарастыруға мүмкіндік берді. Енді Шу-Сарысу уран кен аймағындағы қордың маңыздылығы жоғары әрі өндірістік кен орындарына қатарына жатқызылды. Бұл түсінікті де. Жалпы алғанда мұнда 600 000 тонна уран бар деп зерттелді. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана. На долю нашей страны сегодня приходится около 44% мирового производства урана. Казатомпром имеет статус национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана, редких металлов, ядерного топлива для АЭС. По итогам 2018 года компания сохранила лидирующие позиции в отрасли с объемом производства 23% от совокупной мировой первичной добычи урана. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, которые объединены в 13 горнорудных активов. Месторождение УАНАС находится в Шу-Сарысуйской ураново-рудной провинции. Это крупнейший регион добычи урана в Казахстане, на долю которого приходится более 60% объема производства урана в нашей стране. Әрине, бәрі бірден бола қойған жоқ. Бүгінгі күнде Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамы түрлі әлемдік рейтингтерде сенімді, әрі лайықты түрде көшбасшылық орындарда тұру үшін көптеген адамдар қомақты күш жұмсады. Бұл қызықты хикаяның ерекше тарауы Казатомпром Сауран жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамындағы УАНАС кен орнына тиесілі. Өйткені бұл Қазақстанның уран өнеркәсібі саласының алғашқы кен орны болып табылады. 20 ғасырдың 70 жылдарының екінші жартысы Степное рудоуправление базасының белсенді даму кезеңі. Ең маңызды жыл 1977 жыл. Бұл жылы негізгі нысандар салынып, өнеркәсіптік өндірісті бастау үшін қажетті барлық механизмдер баптаудан өтті. 1977 жылдың 16 қарашасы тарихи күн болып есептеледі. УАНАС кен орны ардагерлерінің есінде және мұрағаттарда уақытта сақталып қалған. Сағат дәл 10-30 минутты көрсетіп тұрды. Осы сәтте аппаратшы гидрометаллург, қазіргі таңда құрметті зейнеткер Владимир Викторович Гвоздюк вакуумдық фильтрден пайдалы қазбаның бастапқы қорындағы құрамынан 1000 есе артатындай 86 килограмм табиғи уранның химиялық концентратын алып шығарды. 1977 жылдың 16 қарашасы өндірістік уран кен орны УАНАС кәсіпорнының ресми туған күні. Бұл кәсіпорынның гидрометаллургиялық зауыты жер астында тереңде жұмыс істесе, жер бетінде кен байыту фабрикасы жұмыс жасады. Я работал на руднике УАНАС с момента его открытия, то есть 1977 года и по 2015 год.
За время моей деятельности на предприятии все время улучшалась технология. Мы прошли 3 этапа, глобальные 3 этапа улучшения, совершенствования технологий. И в конце концов добились того, что у нас рудник работал, полная автоматизация производства, улучшение условий труда. Был период, когда по погодным условиям руднику пришлось остановиться. Вот тогда выявился характер людей, их сплоченность. Бір идеяға беріліп, алдына ортақ мақсат қойып, Уанас кең орнының ұжымы бірге қайсарлықпен сол мақсатқа қарай жылжыды. Алғашқы кезде жұмыс істеген адамдар ауыр ауа райы жағдайында жұмыс істеуге тура келетініне, ең жақын темір жол станциясына дейін жүздеген шақырым қашықтық жүру қажеттілігіне, дұрыс жолдардың жоқтығына, алғашында өзіндік базалар мен қызметтердің болмағанына назар аударып, мән берген жоқ. Дамыған әлеуметтік инфрақұрылымы бар қала үлгісіндегі ауыл кейіннен пайда болды. Жаңа қонысты жай ғана Уанас кен орнының ұжымы емес, нағыз жанұя боп тойлады. Мұнда бәрі ортақ: жұмыс, демалыс, уайым, мүдде, жаңалықтар мен қиыншылықтар, қуаныш. Бірге болғандықтан ғана, ылғи иін тіресе жұмыс істегендіктен, олар алдарына қойған мақсатқа жете білді. Жұмыс істедік. Ол кезде поселкіміз өте не соң. Барасын үйлер, вагондар, соларға орналасып, сорада жүрдік. Поселкімізде де барасыны типте не болатын, солай. 3 мезгіл сабақ, 4 мезгіл тамақ беретін. Продукттың барлығы московский болатын. Содан жұмыс істеп жүріп, міне спортпен айналыстық. Поселкімізде клуб істеп тұрды. Таныс өңкей жастарымыз. Кешке қарай танысыз да болдық. Билейміз, демаламыз, ертесіне жұмысқа шығамыз. Басшылар да көбісі осы арадан шыққан. Кейіннен өзіміз келдік. Неміз көтерілді, экономикамыз көтерілді, айлықтарымыз көбейді. Қазіргі заманда жақсы айлықтарды да тәуір балдардан. Осы поселкеде тұру, бір ұл, бір қыз өсірдім. Екеуі де осы компанияның есебінен оқып, қазір осы арада жұмыс істейді. Алайда табиғаттың жайсыздығы, Уанас кен орны жұмысшылары мен олардың отбасылары көрген жалғыз қиындық емес. Алғашқы ашылған жылы өндіріс көлемі 42 тоннадан сәл ғана асып түсті. Жұмысшылар біліктілігін арттыру, жер асты ұңғымалық шаймалау әдісін жетілдіру және құрал жабдықтарды жаңалау арқылы өндіріс көлемі біртіндеп ұлғайды. Нәтижесінде 1988 жылы Уанас кен орнында рекордтық 735 тонна уран өндірілді. Содан кейін саяси өзгеріс кезеңі басталды. Артынша экономикалық қиындықтар, жергілікті және әлемдік дағдарыс орын алып, оның ең шыңында, яғни 1997 жылы өндіріс көлемі 80-ші жылдардың басындағы деңгейге дейін кеміді. Бұл жағдайды жалақы мен салық бойынша ірі қарыздар одан сайын қиындата түсті. Электр энергиясы мен химиялық реагенттерді сатып алуға қаржы жетіспеді. Тіпті кәдімгі азық-түлік сатып алуға қаражат тапшы болды. Қиын кезеңді бастан кешіруге қызметкерлердің адалдығы мен жергілікті халықтың жанашырлығы көмектесті. Жергілікті халық алдын ала төлемсіз, сенім негізінде арнайы тағамдануды қамтамасыз ететін етті жеткізіп тұрды. Біреулер түйе берсе, екіншілер жылқы, сиыр немесе ұсақ малдарын беріп отырды. Дамудың жаңа кезеңі Қазақстан үкіметінің өнеркәсіптік саланы қайта құру жөніндегі шешімімен басталды. Өз алдына бөлек ұлттық компания Қазатомпром ашылды. Оған құрамында ураны бар шикізатты өндіру және өңдеу функциялары берілді. Өткенге көз жүгіртсек, бұл дұрыс жол болғанын айтуға болады. Қазақстанның уран саласы тек қана қиыншылықты жеңіп қана қоймай, дүние жүзінде уран өндірісі бойынша көшбасшы орынға ие бола білді. Уанас кен орны осы жетістіктерге едәуір үлес қосты. Осы кәсіпорын жұмыс істеген уақыт ішінде жер қойнауынан 14 мың тонна уран өндірді.
Соңғы 3 жылдағы өнім көлемінің айтарлықтай кемуі қандай да бір дағдарыстың орын алғанын білдірмейді. Кез келген таусылатын қазба байлықтары секілді, УАНАС кен орнының да уақыты келді. Уран кенінің жатқан жерінің ауқымын бейнелеудің өзі, осы кәсіпорынның өміріне қатысы бар адамдардың қандай жұмыс жасағаны туралы ақпарат беріп тұрғандай болады. Глубины залегания небольшие, от 90 до 150 метров. Руды по содержанию от 300 до 500 грамм на тонну. Само месторождение представляет из себя рудную полосу шириной от 50 до 150 до 500 метров. Простирается она в субширотном направлении на расстоянии более 30 километров. Вот такой вот имеет большой размах. И отрабатывалось оно, начиная с 1977 года, когда было включено в промышленную отработку, и заканчивается сегодняшним днем, 2019 годом. То есть практически у нас получилось 42 года. Қоршаған ортамен қайшы келіп тұрғандай, шөл ортасындағы көгал секілді болып, ағаштары мен жасыл желегі көп Қыземшек ауылы тұр. Қазақстан картасындағы бұл нүкте УАНАС кен орнының арқасында пайда болды. Кішігірім ауыл өсе келе, өмір сүру үшін қолайлы мекен болып кетті. Өндіріс жаңа ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлесін қосты. Сол жердегі инфраструктуралық жолдар, сумен қамту, барлық жұмысты жасады. Және де әлеуметтік нысандарды салуға да көп жәрдем берді. Ол жерде содан бері қанша адамдар жұмыс жасап, өздерінің кәсіби деңгейін көтерді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының әлеуметтік жауапкершілігі нәтижесінде УАНАС кен орнының жұмысшылары мен олардың отбасылары үшін және Қыземшек ауылының басқа тұрғындары үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Мұнда балабақша, мектеп, мәдени спорттық кешен және медициналық санитарлық бөлім бар. Және Қазатомөнеркәсіп компаниясы балансына Созақ ауданының 200-ден астам шақырым автокөлік жолдарында қабылдаған. Алайда УАНАС кен орнының жұмысшылары үшін тек қана өмір сүру жағдайы ғана жақсартылған жоқ. Уақыт талабына сай келу мақсатында компанияда жаңа технологияларды, жаңа материалдарды енгізеді, өндіріс әдістерін өзгертеді, адам ресурстарын басқару тәсілдерін жетілдіреді. Егер о баста кен орнында шетелде тот баспайтын болаттан жасалған құбырларды пайдаланған болса, қазіргі таңда Қазақстанда полиэтиленнен өндірілген құбырлар кеңінен қолданылады. Үлкен ыдыстарға қатысты да соны айтуға болады. Сонымен қатар, құрал жабдықтардың энергия пайдалану деңгейі үнемі жетілдіріліп отырады. Ал химиялық реагенттерді олардың өндіріске қажетті көлемін азайту үшін жақсартылып отырады. Ал бұл өз кезегінде қоршаған ортаға әсерін азайтады. Кен орнындағы менеджмент сапасына сандық кен орны, SAP ERP және енгізілген 5S жүйесі оң әсерін тигізді. Аталған жүйенің мақсаттары жазатайым оқиғалар санын кеміту, өнім сапасын арттыру, сапасыз өнімді азайту, жайлы психологиялық климат құру және жұмысқа ынтаны арттыру, өнімділікті жоғарылату. Рудник УАНАС постоянно являлся градообразующим предприятием в поселке Земчек. Поэтому история поселка Земчек, она неразрывно связана с этим рудником. И сейчас, естественно, на этапе остановки предприятия перед нами стоит основная задача, над которой мы продолжаем работать уже несколько лет, это обеспечить занятость населения. Мы эту задачу успешно решаем с помощью руководства ООН «Казатомпром», в частности, начиная с 17-го, в течение 18-го года, и сейчас мы продолжаем. Часть работников трудоустроена на другие предприятия, часть работников мы переводим на другие участки внутри нашего предприятия. Но самое главное, что сейчас, на этот момент, мы можем сказать, остановка рудника, она не повлечет за собой для работников потери рабочих мест. Все работники будут трудоустроены. УАНАС кен орнында тексеріліп, қолданысқа сәтті енгізілген жер асты ұңғымалық шаймалау әдісі ерекше мән беруге тұрарлық. Бұл әдістің тау-кен және карьерлік өндіріс тәсілдерімен салыстырғанда көптеген айқын экономикалық және өндірістік артықшылықтары бар. Біріншіден, шаймалау барысында зерттеу кезінде аз немесе жұтаң деп табылған кендердің өзі табысты болады. Шеткі мән 30 есе кемиді. Екіншіден, бұрғылауға кететін капиталдық шығын көлемі кемиді.
дейді. Өйткені оңғыны бұрғылау шығыстары кенді шахта мен карьерден өндіріп шығарып, бөліп, байтуға кететін шығындармен салыстыруға да келмейді. Сонымен қатар, үйінділерді жасау қажеттілігі де болмайды. Соның маңызды салдары айтарлықтай, яғни жүздеген есе табиғатқа келтірілетін зиян азаяды. Биылғы жылы уран қорының толық өңделуіне байланысты, мемлекет алдындағы келісімшарт талаптарының толық орындалуына байланысты УАНАС кен орнында уран өндіру жұмыстары тоқтатылатын болады. Өндіріс тоқтағаннан кейін пайдаланылған жерлердің барлығы қайтадан қалпына келтіріліп, халық шаруашылығына беру бойынша және қоршаған ортаны жақсартуға байланысты кешенді жұмыстар атқарылатын болады. Жер асты шаймалау әдісі бұл әлемдегі озық технологияларды қолданылады. Сондықтан да қоршаған ортаға кері әсері өте төмен. Бұдан бірнеше жыл бұрын УАНАС кенішінің шығыс бөліктерінде біз мұндай қалпына келтіру жұмыстарын жасаған болатынбыз. Міне, бұл УАНАС кен орнының шығыс жағы. Мұнда өткенде ғана жерден құбырлар шығып тұрған деп кім айта алады? Ұңғымаларды тоқтатып, сақтап қойды. Ал жер бетіндегі топыраққа қажетті шаралар қолданылды. Енді міне, барлығы 40 жылдан астам уақыт бұрын бағалы қазба байлықты өндіру басталғанға дейінгі қалпына келтірілді. Және тек қана көрінісі ғана емес, мұны өлшеуіш құралдар да растайды. Уран өндіруші кәсіпорын мен оның қызметкерлері үшін радиациялық сәулелену деңгейін өлшеу үйреншікті жағдай. Бұрынғы кен орнында, өндіріс орындарында, УАНАС кенінің жұмысшыларында, тіпті ғимаратқа кірер жерде де ағымдық уақыт және ауа температурасы жайлы ақпаратпен қатар радиациялық фон жайында мәлімет бар. Ауа райы өзгеріп тұрса да, зиянды сәулелену деңгейі тұрақты әрі қауіпсіз дәрежеде сақталады. УАНАС кенінде уранмен тікелей байланысты адам өміріне және денсаулығына қауіп тудырмай жұмыс істеуді біледі. Басқаларды да үйрете алады. Бұл күнде келіп жетті. УАНАС кен орнының соңғы жұмыс күні. Тек кен орнының ғана мұнда жұмыс істеп, Қазақстанның уран өнеркәсібі тарихында маңызды тараулар жасаған адамдардың емес. 219 блок, 306 қатар, екінші ұңғыма өшірілді. Қалай мен түсініңіз? Жақсы, түсінікті. Қабылданды. Мұнда кен орны жерлерінің толық рекультивациясы аяқталғаннан кейінде УАНАС аты ұмытылмай, өндіріс саласының болашағына әсерін тоқтатпайды. Ол әрдайым алғашқы болып қала бермек. УАНАС кен орны. Бәрі содан басталды.